Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін кешегі сабақты жалғастырамыз тәуелдік есімдіктерге. Бүгін тағы да түсіндіріп өтем, жай және абсолюттік формасын және жаттығулар жасаймыз. Ағылшын тілінде тәуелдік есімдігі бар дедік, тәуелдік есімдік сөйлемде бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, анықтауыштың қызметін атқарып тұрады. Ол қандай да бір заттың біреуге тәуелдік екендігін білдіреді және сандық, тектік, септік жағынан өзгермейді және whose деген сұраққа жауап береді. Яғни whose деген кімдікі деген сөз. Тәуелдік есімдік есімдік сын есім және есімдік зат есім болып бөлінеді. Оның негізгі формасы зат есімді анықтаса, жай формасы кеше айтқан, ал абсолюттік формасы зат есімді алмастырады. Мысалы, негізгі формада тәуелдік есімдік бар жерде міндетті түрде зат есім қолданылады. Мына мысалды қарайық. This is not my shirt. Mine is blue. Бұл менің жейдем, яғни көйлегім. Рубашка дейді ғой. Бұл менің жейдем емес, менікі көк түсті дейді. Яғни мына жерде shirt деген сөз жейде, рубашка дегенді білдіріп тұр. Және рубашка деген сөздің алдында my, менікі деген қолданып тұр да, ал менікі көк, мына жерде зат есімнің қажеті жоқ, мына жерде mine дегеннен кейін. Тек my shirt негізгі формасы my деген жерде ғана артынан міндетті түрде зат есім келеді. Бұл негізгі формасы. Ал екінші абсолюттік формасында тәуелдік есімдік келсе, ол жерде зат есім болмайды. Мынау mine is blue. Менікі көк түсті деген жерде менікі есімдігі жейде деген сөзді атамай, сөйлеп тұрған адамға тәуелді екенін білдіреді. His деген тәуелдік есімдігі абсолюттік формада зат есімді де сын есімді де алмастыра алады. Ал its тәуелдік есімдігі абсолюттік формада әрқашанда own, яғни сол адамға тиесілі меншікті екендігін білдіріп отырады. Мысалға қарайық. Кешегі орысша жазып көрсеткен едім осы кестені. Негізгі мынау жай формасы дедік, основная, и абсолюттік формасы дедік. Негізгі түрі жекеше түрде бірінші жақ my, менің, your, сенің, his, her, its, оның болады. Ұлға, қызға, немесе жануарға. Және көпше түрінде our, біздің, your, сендердің, сіздердің, their, олардың. Абсолюттік формасы бағанағыдай. Бұл менің машинем емес, немесе бұл менікі деген жай зат есімсіз қолданылатын болса, mine, менікі, yours, сенікі, сіздікі, his, hers, its, оныкі. Ұл бала, қыз бала және жануарға. Көпше түрде ours, біздікі, yours, сіздердікі, theirs, олардікі. Тек айырмашылығы соңында s жалғанады. Бірінші жақта ғана mine болып өзгереді. Түсінікті деген ойдамын, кеше мына кестені көрсеткен болатынмын. Ары қарай. Міне, негізгі формасы жаңа айтып кеткенде зат есімді анықтаса, абсолюттік форма зат есімді алмастырады. Міне мысал. This is her turtle. This turtle is hers. Мына жерде hers деген зат есімнің орнын алмастырып тұр. That is your bike. That bike is yours. This is his phone. This phone is his. Бұл оның телефоны. Бұл телефон оныкі. Those are their t-shirts. Those t-shirts are theirs. Бұл олардың футболкасы. Бұл футболкалар кімдікі? Олардікі. Яғни жай орны ғана алмасып тұр. Және екіншісінде зат есімді қолданбай жай theirs деп айта салуымызға да болады. These are our seats. These seats are ours. Бұл біздің орнымыз. Біздердің отыратын орнымыз. Және бұл орындар біздікі. This is my watch. This watch is mine. Бұл менің сағатым, бұл сағат менікі дейді. Түсінікті деген ойдамын. Келесі мысал. His salary is higher than his. Оның жалақысы оныкінен жоғарырақ. Your exams are
easier than ours. Яғни мына жерде ours, his дегендердің артынан зат есім қолданбайды. Жай өздері келеді. Сендердің емтихандарың біздікіне қарағанда оңайырақ. My pens are brighter than yours. Менің қаламдарым оныкіне қарағанда ашығырақ жазады. His song is longer than yours. Оның өлеңдері сенікіне қарағанда ұзағырақ. Яғни ол жерде оның өлеңдері сенің өлеңдеріңе қарағанда деп ұзартып жазсақ болады. Не жай біз сенікіне қарағанда деп қысқарттық. Осындай қысқартқан жағдайда yours-ті қолданамыз. Яғни өлең деген сөзді алмастырып тұр. Our food is healthier than theirs. Біздің тамақ олардыкіне қарағанда кішкене пайдалырақ. Their yacht is older than mine. Олардың яхта, яғни яхтан қазақшасын қалдым. Олардың яхталары менікіне қарағанда біраз ұзақ жыл болған. This juice is fresher than ours. Бұл шырын біздікіне қарағанда кішкене fresh, срок өтпеген, свежий деген қазақшасын қалай есіме түсірейін. Балғын. Олардың шырындары біздікіне қарағанда балғынырақ дейді. Түсіндіргім келгені, достар, now his, ours, yours деген мынау абсолюттік тәуелді есімдіктердің барлығынан кейін зат есімді қолданбасақ та болады. Зат есімді қажет етпейді. Солардың орнын мағынасы жағынан алмастырып тұрады. Және мынау жаттығуды жасайық. Мен біріншісінде мынау болмау керек еді. Дұрыс қате жауап, бірақ дұрыс жауапмен бірге кетіп қалыпты. Мысалы, Lisa's кімдікі? Лисаныкі. Her. Tim's кімдікі? Тимдікі. His оның, я, ол балаға. Tom and Jerry's кімдікі? Том және Jerry'дікі. My sisters кімдікі? Менің әпкемдікі. Her. My uncles кімдікі? Менің көкемдікі. His болады. Тиесілі затты осылай есімдіктермен алмастырамыз. Ары қарай мынандай мысал бар. Таңдау керек. Бағанағы негізгі формасын немесе абсолюттік формасын екеуінің біреуін таңдайсыздар қазір. Мысалға қарайық. Is this bag yours немесе your? Қайсы дұрыс болады деп тұр. Бұл сөмке сіздікі ме? Кімге тиесілі? Is this bag yours болады. Келесі. Екіншісіне қарайық бірден. I like my немесе mine English teacher very much. Екеуінің қайсысын қоямыз? Майды қоямыз. Өйткені неге? Мұнда менің деген есімдіктен кейін уже зат есім тұр. Маған ағылшын мұғалімім өте қатты ұнайды дейді. Mine дегенді қойсақ, онда артынан бізге зат есімнің қажеті болмас еді. Дұрыс жауабы my болады. Келесі. He makes him немесе his bed every day. Ол төсегін күнде орналастырып, жасап салып қояды дейді. His-ді қоямыз. Неге? Өйткені оның төсегі, мұнда төсек деген уже зат есім тұр. His bed. This is not ours немесе our car. It is theirs немесе their. Екеуінің қайсысын қоясыздар? Жерде дұрыс жауабын алып тастап кейін тексеруді қоймаппын. Осылайша бүгінше осылайша жаттыға берейік. This is not our car. Бұл біздің көлік емес. Our дегенді қойдық. Ours емес, өйткені our'дан кейін car, көлік деген сөз тұр. It is theirs болады. Неге? Өйткені theirs'тен кейін ешқандай зат есім жоқ. Мынау theirs зат есімнің алмастырып тұр. Бұл біздің көлік емес, бұл олардікі деп тұр. Бесінші. I use my tablet and Nina uses hers. Мен өзімнің планшетімді қолданамын және Нина өзінікін қолданады. Бұл жерде таблет деген екінші рет жазудың қажет жоқ, оның орнына hers-ті қолданып тұрмыз. Алтыншы. Where are your keys? Сенің кілтің қайда? дейді. Кілт деген тұр, сол үшін yours емес, your-ды қолдандық. This is not Sarah's book, it's mine. Бұл Сараның кітабы емес, бұл менікі. Менікі деген тұр, сол үшін my емес, mine-ді қолдандық. Егер my-ды жазатын болсақ, онда book-ты жазу керек болатын еді. It's my book деп.
біз it's mine деп қолдандық. Our house is very modern and large. Біздің үй өте үлкен және заманауи дейді. Our дегенді қолдандық. Неге? Өйткені бұл есімдіктен кейін уже house деген үй, иә? Үй, ғимарат, здание. Осы сөз жазылғаннан кейін біз our дегенді қолдандық. Түсінікті деген ойдамын, достар. Осымен сабақ тамам. Түсініксіз болып жатса, басынан бастап қараңыздар. Шамам келгенше жеткізуге тырыстым. Абсолюттік және негізгі формасын түсінеді деген ойдамын. Мына мысалды қайталап қарасаңыздар, түсінікті болады. Жай простой сөйлемдерді алдым сізге түсінікті болу үшін. Жаңадан бастаушыларға егер мүлдем қиын болып жатса, онда бұл есімдіктер сабағына кейінірек қайта оралсаңыздар болады. Бүгінге осымен тамам. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше. See you soon.